Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз 4-ші тоқсанға арналған 8-ші сыныптар үшін номер 3-ші су бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Олай болса, тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма: келесі сөйлемдерге қажетті сөздерді қойып, сөйлемді аяқтаңыз. Су әмбебап, еріткіш. Судың агрегаттық күйлері: газ, сұйық және қатты. Судың қайнау температурасы 100 градуста. 100 градуста қайнайды. Қату температурасы 0 градус. Судың тығыздығы 1-ге тең. Табиғи судың құрамында еритін және ерімейтін әртүрлі қоспалар болады. Дұрыс емес. Келесі тапсырма: шындық пен жалған тұжырымдамаларды плюс және минус таңбалармен анықтаңыз. Судың молекуласының құрылысы сызықтық. Жалған. Адам организмінің 70% судан тұрады. Дұрыс. Купромесі 4, көбейтілген 5H2O, мұз купоросы көгілдір түсті. Дұрыс. Су белсенді металдармен және олардың оксидімен әрекеттеспейді. Жалған. Сүйектегі судың мөлшері 31%. Бұл бізде шындық. Келесі тапсырма: судың кермектігінің түрлерін кестеге толтырыңыз. Уақытша карбонатты кермек судың құрамында кальций 2+, магний 2+ және HCO3- болады. Кермектікті жою жолдары: кальций HCO3 екеселенген температурада кальций карбонаты және H2O плюс көмірқышқыл газы. Енді бұл бірінші әдісі, енді екінші әдіс. Кальций гидрокарбонатын әк сүтімен әрекеттестіру. Кальций CO3 қосылған 2H2O түзіледі. Магний гидрокарбонаты натрий карбонатын қосамыз. Натрий карбонаты бізде сода. Сонда түзіледі неге? Магний карбонаты тұнба қосылған 2 натрий H2O3. Келесі тұрақтық кермектік судың құрамында магний
2 плюс кальций 2 плюс хлор минус NO3 минус және SO4 2 минус болуына байланысты болады. Бұлардың кермектікті жойылу жолдары кальций SO4 қосылған натрий карбонаты тең болады кальций карбонаты тұнба қосылған натрий 2 SO4. Магний SO4, магний SO4 қосылған натрий карбонаты, магний карбонаты тұнба және яқта натрий 2 SO4 түзіледі. Келесі тапсырма. Суды тазалау этаптарын көрсетіңіз. Механикалық, химиялық, және биологиялық. Келесі тапсырма. Суды дезинфекциялайтын заттың формуласы. Ол әрине хлор. Судың табиғаттағы айналу схемасы бос жерлерді толтырыңыз. Мына жерде бізде булану, сублимация. Осымен біздің талдауымыз аяқталды. Сұрақтар болса комментарий бөліміне өтіп жазып кетіңіздер. Міндетті түрде оқып жауап беретін боламын. Сәттілік.